Ой айналайын, сәлем, қалайсың? Мен бүгін үш дос туралы ертегі айтып беремін. Тыңдауға дайынсың ба? Ал ендеше, кеттік. Ерте заманда лақ, қозы, бұзау үшеуі дос болыпты. Бір күні лақ достарына: сендер білесіңдер ма? Күннің қайда барып тығылатынын? Анау таудың тасасына тығылатын көрінеді. Дейді. Сонда бұзау: мен білмеппін, дейді. Қозы: мен де көрдім, дейді. Сонда лақ: ендеше біз бұлай болсын. Үшеуміз барып, күннің қайда тығылатынын өз көзімізбен көріп қайтайық. Жарай ма? Дейді. Бәрі де жарайды, дейді. Bir кезде бұзау: мен барар едім, бірақ мамам жібермейді ғой, дейді. Қозы тұрып: иә, мені де жібермейді ғой, дейді. Сонда лақ секіріп: ендеше бәріміз қашып кетейік, жарай ма? Дейді. Анау екеуі келісіп, үшеуі ешкімге айтпай отардан шығып қашып кетіпті. Күннің көзі шуағын төгіп, гүлдердің хош иісі аңқып, дала деген керемет бір әдемі күйге бөленіп тұр екен. Үш дос секіріп ойнап, рахаттанып келе жатып, бір кезде бір өзенге кездеседі. Сонда қорқақ бұзау: енді қалай өтеміз? Мына өзеннен, дейді. Қозы: мен де қорқып тұрмын, лақ, істейміз, дейді. Сонда пысық лақ секіріп кетіп: қорқпаңдар, мен не істесем соны қайталаңдар, деп секіріп өзеннің екінші бетіне бірақ секіріпті. Содан оның екі досы да лақтың қимылын қайталап, өзеннің екінші жағына өтеді. Сөйтіп үшеуі тағы да қол ұстасып, әндетіп, әр қарай келе жатады. Дала деген керемет бір рахат күйге кешкен. Сөйтіп келе жатса, тоғайдан өтеді, тау тастан өтеді. Bir кезде алдарында бір дорба жатыр екен. Үшеуі де қызық көріп, дорбаны ашып қараса, іші толған аңдардың терісі. Сонда лақ тұрып: бұны біз тастамайық, бұл бізге керек болады, білесіңдер ма? Ал кәні бірге ала жүрейік, дейді. Үш дос дорбаны алып, әр қарай сапарларын жалғастырады. Келе жатады. Bir кезде алдарында үлкен бір кигіз үйді көреді. Үшеуі ақырындап, жақындап, маңайларына қарап, тыңдайды. Содан соң ақырындап есікті ашып қараса, төрде аю ет жеп отыр. Қасында қасқыр бауырсақ жеп жатыр. Ал түлкі болса шырқап ән салып отыр екен. Сөйтіп үшеуі кигіз үйге кіріп келеді. Сол кезде қу түлкі: ой, сәлемәтсіңдер ме? Қайдан келе жатсыңдар? Келіңіздер, жоғарлатыңыздар, қонақ болыңыздар, дейді. Аю тұрып: иә, қайда бара жатсыңдар, деп сұрайды. Сонда қозы: біз базарға тауар сатамыз деп бара жатырмыз. Мінекей, деп жаңағы
дорбаның ішінен аңның терілерін шығара бастайды. Сол кезде қасқыр, «Ей, мыналар біздің терімізді сыпырып алып жүрер, аман сауымызда бұлар атан қашайық» дейді. Сонда түлкі тұрып, «Онда тұрған не бар екен? Одан да кәніки бәрімізде дос болайық, жарай ма?» дейді. Бұзау тұрып, «Мө, жарайды» дейді. Сөйтіп, бәрі де дос болуға келіседі. Үш дос күннің кеш болып кеткенін байқамай, күннің қай жерге тығылатынын көруді ұмытып кетіп, өздерінің отарына қайтып оралыпты. Бұларды күні бойы іздеп жүрген бақташылар шөуін көріп, мәз-майрам боп қуаныпты. Осымен бұл ертегіміз де аяқталды. Сау болың.